Тілін білмеген түбін білмейді. Ондай адам күлдіремін деп күйдіреді, сүйсіндіремін деп сүріндіреді, білдіремін деп бүлдіреді, қуантамын деп қуартады, жұбатамын деп жылатады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздің мектебімізде желтоқсанның 3-і мен 13-інің аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің 10 күндігі өтеді. Әкемнің құты, анамның сүті, сіңірген тұла бойыма, бар асылым халықтың, қазақтың ұлы тарихтың, құйған сана бойыма, туған тілім өркенде, бола бер күшті көркемде. Сәбит Мұқан. Шешеннің тілі, шебердің өзі, өрнегін сендей саламас, білгенге маржан, білмеске арзан, надандар баға алалмас. Толғау 90 қызыл, сөйлеймін десе өзің біл. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өз халқы үшін ұлы. Шыңғыс Айтматов. Ана тілі жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін. Қысқасы, жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін асыл қазына. Адамға екі нәрсе жүректегі, бірі тіл, бірі ділің жүректегі. Тіл елшінің қылышы, қылыштан көрі. Елдіктің өзегі білік. Тілді тіл, қадір қасиеті кісі. Түрлі байлық бар. Солардың таңдауын берсе, мен тіл байлығын таңдадым. Өйткені тіл байлығы ең сенімді байлық. Қазақтың қара сөзінде көп мән жатыр. Күн шалмайтын қараңғы көңілді сөз шалады. Ендеше соншалық қуатты да киелі қаруды қалай болса солай қолдануға болмайды. Ғабиден Мұстафин. Қазақ тілі, қазақтың даласындай кең пішілген жайдары да жалпақ. Осы кеңдік қазақ тілін сиқырлы да сұлу етіп көрсетеді. Қабдеш Жұмаділов. Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің 10 күндігінде сіздерді не күтеді? Білгілеріңіз келе ме? Қызықтыра ма? Олай болса, пән мұғалімдері қызу дайындық үстінде. Кіріп бірге көрейік. Мұғалім не үшін өзгеру керек? Мұғалім қалай өзгеру керек? Білгілеріңіз келе ме? Ендеше 3-ші желтоқсан күні кездесейік. Алдыңызға айқын мақсат қойғыңыз келе ме? Олай болса, 4-ші желтоқсанның күні болады. Бейнебаянды көріңіздер. Қазіргі мұғалім бейнесі тақырыбы сіздерді қызықтыра ма? Егер қызықтырса, бізбен бірге болыңыздар. Абайды танып болдыңыз ба? Ендеше Абай мұрасы мәңгілік ғұмыр 10-11 сыныптар арасындағы қашықтық байқауының куәгері болыңыздар. Жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыруда қиналып жүрсіз бе? Оның да шешімі бар. 5-ші желтоқсан күні Zoom бағдарламасы бойынша өткізілетін семинарға қатысыңыздар. Көптеген ақпарат аласыздар. Жоба дайындауда қиналасыз ба? Қиындықтың шешімін бірге іздейік. 7-ші желтоқсан күні өтетін ғылыми жобаны қалай жүргізуге болады? Өтекс форматындағы іс-шарасын таныстырды. Қашықтықтан оқытудың болашағы қандай? Осы тақырыпта Құрметті әріптестер, біздің 10 күндікте сіздердің көретіндеріңіз де, алатындарыңыз да және қоржынға салатындарыңыз да мол болмақ. Құрметті әріптестер, 10 күндікте өтілетін әрбір шараға өте мұқият болыңыздар. Себебі апталықтың соңында заманауи мұғалім атты мұғалімдер арасында Google форматта сайыс өтеді. Құрметті бірлестік жетекшілері, әр бірлестіктен 5 мұғалімді қамтамасыз етуді сіздерге тапсырамыз. Сау болыңыздар.